Hello, my dear. Welcome to American versus British Marathon. Day 1. Бүгінгі бірінші күннің марафонында произношение мен акцент бірдей ма деген сұраққа жауап табамыз. Бұл сұрақтың жауабы жалпы жоқ. Произношение дегеніміз бөлек, акцент деген бөлек зат. Қазір түсіндірейін. Акцент дегеніміз әр адамға тән норма. Яғни акценттің ешқандай дұрыс акцент және бұрыс акцент деген болмайды. Бізде қатып қалған ой бар, акценттің өзі білеміз, америкалық акцент, британиялық акцент немесе австралийский акцент деген үш қана көпке таралған түрін білеміз және біз солай бөлеміз. Жалпы акцент мүлде бөлінбейді. Мысалы, бір Қазақстанда тұрып, біздің барлық адамдардың әр түрлі акценті болады. Яғни америкалықтардың өзі қызық факт. 3% ғана акцентсіз дұрыс сөйлейді екен ағылшын. Қалғанының барлығы австралийский акцент, әрқандай ортаға бейімделген, мысалға там швейцариялық акцент, нидерландылық акцент, британиялық акцент деп бөліне береді. Яғни акцент өзгеріске үнемі ұшырап отырады және акцент ешқандай ұлтқа, адамға бөлінбейді. Әр адамның жеке акценті болады. Ал енді произношение дегеніміз не? Яғни дыбыстау. Произношение дегеніміз ол орфоэпиялық норма. Яғни әрбір тілдің өзінің ерекше дыбысталу жүйесі бар. Мысалы, бізде произношение дұрыс және бұрыс болып екіге бөлінеді. Дұрыс произношение немесе бұрыс произношение. Мысалы, education. Education деген сөзді мен education деп дыбыстасам, бұл дұрыс произношение болады. Ал егер де мен education дейтін болсам, tion дегеннің дыбыстауын білмесем, ол бұрыс произношение болады. Яғни бұл жерде әр тілдің өзінің дыбысталу ерекшелігін білсек, біз дұрыс произношение құра аламыз. Ал оны дұрыс ережелерін білмей, education, water, table дейтін болса, ол дұрыс емес произношение болады. Ал енді оңай тілмен салыстырып берейін. Жалпы дұрыс произношениені біз пицца деп алайық, иә? Пицца не болады? Әр түрлі үстіне начинкалар болады. Мысалы, біреулер ананаспен, немесе біреулер болады морепродуктымен, грибымен, помидормен, әр түрлі начинкаларда болады. Тура сол сияқты акцент пиццаның начинкасы. Қандай начинканы сен жақсы көресің, сол начинкамен сен пицца жейсің. Яғни қандай акцент сен жақсы көресің, сол акцентпен сен бейімделіп үйрене бересің. Яғни қандай пиццаны, қандай начинкамен жесең де өзің білесің. Бірақ бір ескеретін жағдай, біз пиццаны вообще начинкасы жей алмаймыз. Бұл дегеніміз, біз бір тілде ешқандай акцентсіз сөйлей алмаймыз деген зат жоқ. Яғни акцентпен сөйлеу ол норма. Яғни әр адамның өзінің дыбысталу жүйесіне, мына жақтың және тілдің, тістің орналасуына байланысты әр адамға тән өзінің акценті болады. Яғни бізде қалыптасып қалған акцент өте жаман, акцентпен сөйлейді екен, ой мынаның акценті біртүрлі деген сияқты. Олай дұрыс емес. Акцент әр адамның өзіне тән нормасы. Яғни ол акцентпен сөйлеген ол дұрыс. Яғни ол оның ешқандай қателігі жоқ. Түсінікті ғой? Произношение және акцент. Осы видеоның астына бүгінгі бірінші күннің марафонының тапсырмасын қойып кетемін. Тапсырманың барлығын орындаймыз.